Жас ұрпақты сапалы біліммен қамту, оларға ол үшін барынша жағдай жасау болашақтың бірден-бір кепілі болмақ. Осы орайда қаладағы білім беру мекемелері мен мектепке дейінгі ұжымдар жұмысымен танысу үшін қала әкімі Алпысбай Қайыржанов арнайы олардың бір қатарын аралап көрді. Ең алдымен Арман балабақшасында болған шаһар басшысы ондағы музыкалық сабақтар өтетін сынып пен мерекелік және спорттық іс-шаралар жүзеге асатын залдармен танысты. Биыл өзінің 35 жылдығын атап өткен бұл мекеме 265 орынға шақталған. Сапар жалғасында қаладағы Нұршуақ балабақшасында назарға алынып, мекеме меңгерушісі кеңінен таныстыра өтті. Мына жерде барлық оформлениені қолданып өзіміз жасадық. 2016 жылы проект 280. Мына жер 280 проектін жұмыс. Мына жер өзін-өзі тану кабинеті, қазір робототехника кабинеті мінекей. Бүгінгі таңда балалар Балалар амандасамыз. Топ-топқа бөлініп, робототехника бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Мінекей, өткен жылы қалалық конкурсқа қатынасып, әкімнің ең жүлделі сыйлығын ұтып алдым. Мінекей, арттарыңызда барлығы қаншама балаларымыз конкурстарға қатынасып, қалалық, облыстық жүлделі орындар алып жатыр. Тәуелсіздік жылдары елімізде 8.000-нан астам балабақша салынған. Оның ішіндегі 539-ы мектепке дейінгі мекеме Ақмола облысында бой көтерген. Бүгінде өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үрдісіне заманауи әдістер енгізу мектепке дейінгі білім беру саласының басты міндеттерінің бірі. Сол себепті шаһар әкімі бұл салаға барынша көңіл аударылу қажеттігін алға тартты. Келесі болып Алпысбай Қайыржанов нөмірі 4-ші мектеп гимназиясына ат басын тіреді. Бүгінде 940 оқушы білім алатын мектеп 1970 жылы құрылған, ал 1993 жылдан бастап мектеп гимназия ретінде жұмыс істеп келеді. Осы уақытқа дейін 2000-нан астам оқушыны түлеп ұшырған. Шаһар басшысы спорт зал, кітапхана мен робототехника кабинетімен және мектеп асханасын бақылап қана қоймай, балалармен де тілдесіп қайтты. Работает? Еще в разработке. Это роборука будет. Выдвигается будет? Да. Она будет при помощи специальной программы либо устройства передвигаться и брать любой предмет и переносить в другое место. Да? Молодец. Мұнымен бірге мектеп маңында орналасқан спорттық орталықта бұл жұмыс кестесінің тізімінде болды. Мұндағы өкілдердің айтуынша кешкі сағат 7-ге дейін мұнда балалар жаттықса, 7-тен кейін түрлі мекемелер мен абоненттері бар тұрғындар жаттығады. Осыдан 4 жыл бұрын әкімдік көмегімен қажетті жаттығу құрылғылары сатып алынып, жөндеу жұмыстары да жүргізіліпті. Сапар нөмірі 5-ші мектеп лицеймен жалғасты. Мектебімізде 51 педагог қызмет жасайды, 684 оқушы бар. Биылғы жылы жөндеу жұмыс жасалды, салтанат залына. Бұл жерде алғашқы әскери дайындық кадет сыныбының балаларының жаттығу тапсырмалары болып жатыр. 9-шы кадет және 8-ші кадет әскери дайындыққа дайын тұр. Аға лейтенант Бекенов. Балалар жаттығу жұмысын жасап жатыр қазіргі кезде. 2007 жылы мектебіміздің Бүркіт әскери патриоттық клубы неге барып Қырғызстанға барып алтын қылышты жеңіп әкелгеннен кейін мектебіміз осындай кадет сыныбын аштық. Екінші жыл балаларымыз, түлектеріміз оқып жатыр жоғары оқу орнында. Мынау екінші түлектеріміз біздің дайындап жатқан. Қазіргі таңда техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында қызмет көрсететін Мақсат колледжінде бұл күні назарда болды. Білім ордасы директорының пайымдауынша негізінен педагогикалық, экономикалық және басқа да тау-кен мамандықтары сұранысқа ие. Заманауи интерактивті технологиялар бар мекеменің ғимараты 80-ші жылдары тұрғызылған, ал колледж 2006 жылы құрылып, күні бүгінге дейін өндірістік қалаға қажет мамандарды дайындап келеді. Дәл осы салада студенттерді дайындайтын бұл қаладағы Тау-кен техникалық колледжі. Бүгінде мекеме жас маман жобасына белсенділік танытып отырғандардың бірі. Аталмыш жобаның мақсаты 100 сұранысқа ие мамандық бойынша 180 колледж пен 20 жоғары оқу орнын жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу болып табылады. Колледж кітапханасымен таныстырған мекеме директоры кітап қоры 27 мыңды құрайтын алға тартты. Порядка 900 у нас электронных
учебников своих. 900-ге жуық электронды оқулықтар біздің өзіміздікі. Кітапхана қоры өте үлкен, 27 000 кітапты құрайды. Оның 7,5 мыңнан астамы мамандыққа қажетті оқулықтар. Жұмыс сапарының соңы қаладағы жоғары колледжге барумен тәмамдалды. Биылғы жылы жөндеуден өткен нысанның алдына жаңа асфальт төселіп, терезелер ауыстырылған. Шаһардағы білім беру мекемелерімен егжей-тегжейлі танысқан қала басшысы жүргізіліп отырған жұмыстарды жалғастыруды тапсырып, ондағы жауапты жүйе өкілдерінің жұмыстарына сәттілік тіледі.